Да, на месте. 450. 50. Отъехал, присмотри. Шыңғысында басқанда ешқайсы телефон алмайды. Қайсысы біреуі жүгірді ма? Жүгірді ма? Даже Дәурен не қылмайды. Баршаңызға ассалаумағалейкум деймін. Мені уайымдағаныңыз еткеніңізге көп рахмет, Алла разы болсын деймін. Мен жаңағырақта үйге келдім. Бүгін көпбалалы аналарменен өзі министерствоға барамыз дегенбіз. Мен анау осы фейсбугымда, парақшамда министерствоны, правительствоны, Тоқаевты да басқасыны бәрін тигнуть етіп, мынау 50 мың теңгені алмағанын, 42.500 алмағанын, сосын продукт алмағанын бәрінің списігін жаздым, барлығының. Сонда сол списікке 42.500-ге сенбей отыр, жаңа РУВД-дағы адамдар не? Өтірікке айтып отырсың дейді, маған айтады, сен өтірік істеп отырсың дейді. Мен нем бар өтірік айтып дедім, мен өзім отырып, сол 42.500-ге заявканы подавать еттім. Сол Нұрлан Наримановтың өзі сөйлескен прямой эфирде случайно көріп қалам. Сөйтіп компьютершік балам не үшін халыққа ондай деп, жаңа компьютершік баламен сөйлесем соцсетте. Ана бала айтып отыр, өздері мынау министерство қойды деді. А менде записі бар. Мен дедім, осы уақытқа дейін тегнуть етіп келдім дедім. Инстаграм парақша келген жоқ дедім. Осы политиканың мынандай бұлықтарына дедім. Инстаграм парақшамды только тігінменен айналсам, и мынаны выложить етпеймін деген. Соған мәжбүрледі өздері. Инстаграм парақшаға да шығардым. Алтай Көлгеновті да тегнуть еттім. Бүкілін, нау Каналиевті тегнуть еттім. А Каналиев Фейсбукта мені блокқа қойып қойыпты. Каналиев. Мына 50 мыңды да, 42.500 да продуктыны алмай отыр. Менің, по-моему, блокқа қойып незіп атырма деймді, бірден естеп тұр. Инстаграм парақшамды тоже тегнуть еттім тоже. Жаңа РУВД-ның адамдар сенбейді. Шынымен 42.500 да ала алмай отыр, 50 мыңда да алмай отыр. Сонда не істеуіміз керек? Аштан өлу керек па сонда? Мен сонда қалай қарап отырмын, мына жақта қиналып отқан халықты көріп дедім. Сен неге олардың сөзін сөйлейсің дейді. Сен өзің қарабасының проблемасын неге шешпейсің дейді. Менде проблема дедім, Алтай Көлгеновтың алдына кірген кезімде, мен Алтай Көлгеновтан сұраған кезімде, біздердің тұратын ауданда мектеп салып беріңіз, автобус, мына 60 деген автобустың өзі 1,5 сағатта бір жүреді. Келген жылдары 3 баланың аяғы үсік алып, қайта Құдай сақтап қалды, аяғынан айту айырылған жоқ. Но бірақ если вдруг айырылса, сол балдарға мен кінәлі болам. Но бірақ мына жоғарда билік соны естімей тұр. Автобусты мен қаншама сұрадым, соның өзінде де мен тартып жіберді. Экспо помещениені сұрадым, поставать етіп тұр. Говорят, школьникам істеп беріңіздер деп. Мектепті тоже сұрадым, тоже бесполезно, короче. Мені бір жау көріп отыр. Кешіресіңдер, потому что невозможно все это терпеть. Қанша мен айтып жатырмын, даже РУВД-ның адамдары сенбейді. Айналайындар, мен соцсетпен жұмыс істедім дедім. Соцсетпен жұмыс істемейсіңдер дейді. Біздерді тупой көріп отыр, халықты тупой көріп отыр ғой. Соған көз жасымды тие алмаймын енді, кешіресіңдер. 2 жыл болды осы автобусты сұрадым, мектепті сұрадым, дворец школьников. Анау біздер тұратын районда мектепті частный қылып жіберді. Сол мектепті частный қылып жібергеннен кейін оны тоже айтты, сіздер неге частный қыласыңдар, неге біздерге ыңғайлы қылмайсыңдар деп сол кезде айтқанмын тоже. Оның барлығына да против шықты олар. Балдардың баратын мектебі алыс, қиналады, балдарды ойлап отырған сендер жоқ деп тоже шырылдадым. Но бірақ қазіргі таңда, мысалы, карантинда бүкіл аналар үйінде отырып, қиналып отырыпты. Невозможно все это смотреть. Қиналып отқан аналарды көріп, жеуге тамағы жоқ, ақшасы жоқ, қиналып отыр, кәдімгідей қарызға кіріп кеткен. Қалай мен сонда қарап отырам, админ чата болып. Қарабасымды ойлайтын адам емес шығармын, мен сондай адам болып болғаным сол. Хоть 1000 жерде мені өлтіріп кете қойыңдар дедім. Бәрібір айта берем дедім. Мен аузым сол болып болғаны сөйлей берем дедім. Мен аузымды тек қана жауатын болсаңдар өлтіріп тынын, содан кейін болды, мен аузым жауылады дедім. Басқа мені жаба алмайсыңдар дедім.
Соныменен ұрғыдық алып кетеді, ұрғыдық алып кетіп, әйтеуір жаңағы қолхатты жазды, сен мойындайсың, мен мойындасам, жаңағырақта кетіп бара тұрған кезде, иә дедім, аналар жүріңдер, сол министерство кездесеміз дедім, но бірақ ол жерде бүкіл аналар кездеседі дедім. Бүкіл аналар, не только мен дедім. Бүкіл аналар ол жерде кездесеміз деп шығайын деп отыр дедім. Себебі олардың барлығы қарызға кіріп кеткен. Мына квартирасынан айырылып отырғандар бар. 10 баланың анасы қазір квартира іздеп тентіреп жүрді. Тоже невозможно это смотреть. Есеский акимат тоже бәрібір деймін оларға. 2 жылдан бері ол ана қаншама не қылды, все равно 10 баланың анасы далада жүр қазір. Білмеймін, үкімет қалай жұмыс істейтін, мен айтып жатырмын, мынау коронавирусты кім алып келді, кім кінәлі соған дедім. Коронавирусты алдында аэропорттардың өздері туннель қойып, соның алдын алуға болмайтын беді. Оны да тоже біздер айтуымыз керек па дедім. Или сендер айтуыңыз керек па оны дедім. Сендер өздерің бастарыңды істетіп, неужели соны сразу қимылдамайсыңдар дедім. Менің бағана прямой эфирімді қосып отырғанымды біреу сразу Арман Есетскеге айтып, оны прямой эфирді қосқанда телефонын өшіріңдер деп біреу хабар берді. Олар ештеңе істеген жоқ, маған просто жаңағы қолхатын не қылды, себебі аналарға рахмет, басымды ем, сол аналардың арқасында жан-жақтан звондаған, жан-жақтан айтқан. Просто жаным ашитыны мына үкіметтің жұмыс істемейтіні. Үкімет мүлдем жұмыс істемейді. Үкімет жұмыс істегенде мұндай болып халық қиналмас еді. Халық қиналғандықтан әзер отырды қазірде. Чаттың өзінде уайымдап переживать етіп отыр, қайдасын деп. Солар уже келе жатқан ғой есеский роботға. Сол аналар келмей тұрып, мені сразу жіберіп отыр. Аналар келмесін деп. Себебі ары қарай у шығып кетеді да, сол у шығып кетуден сразу уайымдап переживать етіп отыр. Солай біздер бүгін сол аналармен шығамыз дегенбіз министерствоға. Марттың қайсы неден бастап тегнуть еттім, инстаграмнан да тоже тегнуть еттім. Олар естпейді, олар тыңдамайды. Потому что уже аллергия от нас, надо не десем, полный игнор. Каналим вообще мен блокқа қойып қойды. Сосын аналардың барлығын айтқанбыз, сіздер шығыңыздар деп, өздеріңіз шығыңыздар. Міне мынау мынаның телефоны, міне мынау мынаның парақша соцсетке жазыңыздар барлығыңыз деп мен айтқанмын. Соцсетіне тоже жазды, полный игнор барлық аналарға. Мен инстаграмға, фейсбукқа выложить етем дедім. Сосын есельский роботын тоже тегнуть етем, көресіңдер если менікі өтірік болса дедім. Ана WhatsApp'та жіберіп қойыпты дедім. 42.500-ді ол невозможно дейді, ала алмағаны дейді. Невозможно деп тұрда, сонда халық біздер ақмақ болғанымызда 42.500-ді ала алмағаны үшін 42.500-ге қалай заявканы беру керек екенін білмейді екенбіз да, тупой екенбіз соған қарағанда. Сүйдеп тұр. Сонда 42.500-ге күніменен заявканы бердік. Анау записте тоже бар. Ол записте тоже әлі выложить етемін. Сол 42.500-ді ала алмаған, жұмыс істеп жүрген адамдар ала алмай отыр. 50.000 теңгені ала алмай отыр. 6 баланың анасы бір времянкада, күйеуі жоқ, тоже ала алмай отыр. Айгүл, рахмет, Алла разы болсын. Сіздерге рахмет. Сіздер сөйтіп шықпағанда, олар уже точно, наверное, жібермейтін шығар. Мен айтқам, қамайсыңдар ма, өлтіресіңдер ма, сол жерде бірақтала өлігім шықса да, мен қайылмын, но бірақ дедім, осы қаншама соцсетпен жұмыс істедім, астында да комментариясында жаздым дедім, но олар ответі полный жоқ қой дедім, игнор қылып қойыпты ғой дедім. Если сенбесеңіздер, мен анау телефонымды алып келіп көрсетем дедім. Әкел телефонды көрсетем, менде бүкіл доказательством бар дедім. Аналардың не деп жазып отырған, не айтып отырған, скрин қылып, не жіберіп отырған бәрін мен көрсетейін дедім, сенбесеңіздер деп. Соны мен телефонда әкелмейді. Короче, өздерінің былығы, өздерінің арты уже ашылып қалды ғой. Иә, енді мен мына жақтан бір өзім келдім, сіздер басқа жақтан сол ғой. Енді сондай адамын Венера, мен қалай нетем, мен мысалға өзімді аяғанменен мен мысалға қарап отырсам, бір ана шығады, бір күні жағдайын айтып, бір ана шығады, бір күні жағдайын айтып, оның барлығына қарап отырсам, жүрегім шыдамайды. Маған личка қаншама жаңағы волонтер болсаң, волонтер болып неге істей бермейсің дейді, волонтер болып істеп отырмын. Ол сізді мысалға айтпаған, шығармаған аналарым көп, парақшама шығармаған аналарым көп.
екі ортада сол продукты жеткізіңдерші, хотя бы ақшалай жіберіңдерші. Ең соңғы бір көмекті көше партиялардан попросить еттім. Көше партияларға рахмет, Алла разы болсын. Солар где-то 15 шақты ананы ма 20 шақты ананың несін бердім, списогын. Осыларға продукт апарып беріңізші деп. Сода көше партияның адамдары 7 анаға апарыпты, енді қалғанына жеткіземіз мына суббота-воскресенье деді. Рахмет олар, Алла разы болсын, үнімді есітті, әйтеуір шырылдағанымды есітті. Бірақ мына биліктегілер естімейді екен. Биліктегілерге списокты бердім мен. Міне Құдай да көріп тұр, мен Фейсбукта да бар. 50 мың алмады, 42 мың алмады, мынау продуктысында алмады. 19 марттан бері заявка беріп қойғандар бар. Сол 19 марттан бері заявканы бәрін скрин қылып, шығарамын да тигнуть етейін деп отырмын. Есеский роботы мені удалить етіп тасташы, жаңа нені видеоны дедім. Я не буду удалить дедім. Мен барлығын көрсетем, барлығын шығарам дедім. Мен аузым жабылмайды дедім. Бәрібір айта берем дедім. Қашан олар дұрысталмағанша мен айта берем дедім. Хоть мен жаман көрсеңдерім дедім. Вот солай жағдай. Аллаға шүкір, үйме келдім, просто жаным ашитыны, жаным шырылдайтыны, сол балдарға деген не мектеп салынбайды, не дворец школьников жоқ на левый берегте. Тоже 1000 адамның қолын жинадым. 1000 адамның көршілермен бірге. Бәрі бесполезно. Мен сонда письмода, мысалы, сол письмоның ответін жіберген кезінде мен на Тоқаевқа да, Майминға да бәріне жібердім, барлығына. Сонда олардың жауабы, менің күйеуімнің жұмысын жазып қойып, вот жынды ма олар, мен оларға не жазып отырмын, олар маған не жауап беріп отыр, вообще бастары істемей ма олардың, или мен түсінбеймін оларды. Сосын жаңағына есеске роботыға да тоже айттым. Если халықпен жұмыс істейтін болса, әр районда, әрбір округта, как депутатты қойғандай қалып, неужели сонда қоймайсыңдар? Орган опеки, сіздердің милицияларыңыз тоже, тағы акиматтың адамдары солай жұмыс істеуге болады ғой дедім. Солай жұмыс істеуге болады ғой, соның барлығын біздер айтуымыз керекпіз ба? Халық дедім. Халық айтпайды ғой, оны өздеріңіз бастарыңыз істеп, сол жерде жұмыс істеп отырсыңдар. Шынымен халық олардың зарплатасын тәмендеп отырыпты. Халықтың арқасында жить етіп отыр, бүкіл правительство. Халықтың арқасында. Мысалы, Атамекеннің өзінің қорына самұрық қазына ақша құяды, по-моему, да, менің естуім бойынша. Ақшаны кім құяды, ақша қайдан келеді деген кезде. Сөйдеді олар, самұрық қазына құяды. Сонда неужели мектеп салу қиын осы, әрбір районға? Білмеймін, әйтеуір осы именно социальный жаққа қарай басын бұрғысы келмейді ма, социальный жақты ойлағысы келмейді ма, олар алдында мысалы маған не керек деп өзінің қарабасында, мен қарабасымды маған предлагать етпеді емес, сен қарабасына не керек, не қылың керек деген кезінде, мен сонда сұраған кезімде, мен де әлі суретке түсіріп алдым мен өзіме. Сол кезде маған не керек екен, маған предлагать етті, бірдеңе өзіңе жаңағы ақша аласың ба, басқа аласың ба, сонда не керек деді. Мен айттым, если прям ақшалары көп болса дедім, ана мұнайдың акциясын беріңіздер дедім, содан жартысын 70% мұнайдың акциясынан беріңіздер. Содан кейін торговый домдардың нелерін беріңіздер дедім, 60%. И сөйтіп поликлиника салыңыздар дедім. Өмірде жоқ поликлиника салыңыздар. И бүкіл аналар сол жерге барсын дедім. Сөйтіп ана акциялар сол поликлиниканы обеспечивать етіп тұрсын дедім. Мен де ол скрин бәрін суретке түсіріп алдым. Себебі менің аузымды жапқысы келген бар олардың. Мен неменеге мен өйтіп аузым жабады екен. Если поликлиникада бір МРТ-ге, бір КТТ-ға өте алмай жүргенде аналар бар. Элементарно соған өте алмаймыз. Поликлиниканың өзіне мысалы жазда медосмотрға барып көріңіздер балдарыңызбен. Сонда частный, платныйға ақша төлеп өтеміз. А бесплатныйға өте алмаймыз никогда. Оның барлығын кім істеді? Өздері жоғарыдағылардың барлығы өзі соны істеп отыр. Коронавирусты кім алып келді? Жоғарыдағылар алып келді. Соны алдын ала мысалға аэропортты неған кезінде, жүргізген кезде 2 ай бұрын соны естіді ғой, коронавирус болып жатыр, үйбай деп. Сол кезде неужели туннель деген нәрсені придумать етіп қойып қоймады сразу, чтобы халыққа тимесін, халыққа зияны келмесін деп. Соның барлығын біздер айтуымыз керекпіз ба? Халықты ойлаған билік бұндай қылмас еді, өзінің халығына зияны тигізбес еді. Халықты ойлап тұрған жоқ ол билік. Олар қалтасының өздерінің ақшасын ойлап тұр. Өздеріне күнделікті қанша түседі екен, өздеріне айына қанша түседі екен, соны ойлайды. Именно социальныйды вообще ойламайды екен. Социальныйдан қанша жүрмін, міне көріп жүрмін.
вообще ойлап тұрған ештеңесі жоқ. Мен даже мынау продуктіге барған кезімде аналарға, сонда кейбір аналарға көмекке продукт аламыз ғой, сонда Магнумға мен әдейі без маски көрейінші, кәне осы коронавирус бар ма екен деп, әдейі тележканың доручкасын, стеклонда бәрін ұстап көрейінші деп. Даже мынау соцсеттен де сұрастырдым. Даже неден де сұрастырдым, таксистерден. Осы коронавируспен ауырған адам бар ма деп. Бар болса, айтыңдаршы бір хотя бы деп. Жоқ дейді, ешқайсысы жоқ деп отыр. Но бірақ мынандай жағдайды естім, что коронавирусқа адамдарға предлагать етеді екен. 150 мың, 300 мың, 800 мың предлагать еткендер бар. Алматы қаласында Еңбекші ауданы ма? Вот сол жақтан тоже предлагать еткендер бар. Осы жақтан тоже мына подъездіңізді жауып тастаймыз коронавируспен и сөйтіп ауырыңыздар деген. Сондай жағдайларды естім, но бір күні оны тоже видеоға снимать етіп, оны тоже выложить етемін. Мен жаман болсам, жаман болайын, но бірақ шындық жақта жүремін. Даже мынау Атамекен дегеннің өзінде, мысалы, мен оқып жүрмін ғой, міне, қаншама сертификаттар жатыр, не пайдасы бар? Бизнеспен айналыса алмайсың өмірде. Анау ана кәсіпкер дегенді ашып қойды. Ана кәсіпкерінде тоже не пайдасы жоқ. Мен қаншама жазылдым ана кәсіпкерге барып тұрып, өзімнің тігінімді дамытайыншы, осы үйтейінші, бүйтейінші деп. Бесполезно, потому что атыңда үй болу керек, содан кейін залогқа қоясың, содан кейін аласың дейді. А біздерге қарапайым халыққа бірдеңе жоқ ешқандайда. Қаншама жүрмін, бәрін көріп жүрмін. Барлығы өтірік, барлығы. Солай, жарайды, онда аман болыңыздар. Барлығыңызға рахмет, уайымдағандарыңызға. Аналарға рахмет, басымды иемін аналарға. Көше партияға рахмет, себебі олар тоже аналарға жәрдем беріп жатыр, продуктасы жағынан көмектесіп жатыр. Алла разы болсын деймін барлығыңызға. Көп рахмет уайымдағаныңыз үшін. Сау болыңыздар.